Ел! Тік тұр! Рол! Ге! Отан алдындағы парыз, патриоттық рух бала кезден бастау алады. Бұл алаңға бірі арманмен, бірі мақсатпен, бірі жауапкершілікпен келеді. Олар болашаққа сенетін, елге қызмет етуді мақтаныш санайтын жастар. Бұл патриоттық рухты оятатын, достықты бекемдейтін, болашақ лидерлерді тәрбиелейтін ерекше алаң. Айбын әскери патриоттық жастар жиыны. Осыдан тура 10 жыл бұрын Қарағанды гарнизонындағы Спасск оқу-жаттығу полигонда алғаш рет Айбын әскери патриоттық жастар жиыны өз бастауын алды. Жалында да рухты жастардың намысы мен елге деген сүйіспеншілігін оятатын шара уақыт өте келе дәстүрге айналды. Алғашқы ретінде біз осы жиынды қандай форматта өткіземіз деп ойлап жүргенде, форум ретінде өткіземіз ба дедік, ойладық. Бірақ негізі ол кезде біздің қорғаныс министріміз Имария Нұрғалиева Тасмағамбетов еді. Сол идея туылды, Спасскте полигонды өткізу. Ойын ретінде жас балдармен. Сол шара бірінші өтті, үлкен деңгейде өтті, 700 жасөспірімдер қатысты. Уақыт көшіндегі тосын сынақтарда кедергі болмады. Онлайн форматты өтсе де, өз рухын жоғалтқан жоқ. Тіпті экран арқылы ғана қауышқан сәттерде де Айбын рухы жастарды біріктіріп, жүректен жүрекке жол таба білді. Ал биыл Айбын жиыны 11-ші рет қатысушыларға есігін айқара ашты. Еліміздің батыс қақпасы Ақтөбе облысы 900-ден астам жас өспірімді қабылдады. Жалпы бұл жердегі инфрақұрылым кешенді түрде дамыды. Біріншіден бұл Айбын оқу орталығына қазіргі таңда 2 казарма және толыққанды асфальт жұмыста жүргізілді. Бұл Айбын жиынының ерекшелігі халықаралық деңгейде өтеді. 6 ел, сырттан 6 ел қатысады. Өзіміздің Қазақстанымыздың бүкіл өңірлерінен 46 ұжым қатысады. Биыл шетелден келген қатысушылар саны артқан. Олардың қатарында Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей және Өзбекстан мемлекеттерінен келген жасөспірімдер бар. Сондай Қытай Халық Республикасы бақылаушы ретінде Айбын жиынын тамашалады. Біздің командаменен 15 бала келді. 15 бала. Біздің команда аябай жақсы дайындықта келді. Бұл жақта Айбын жастарын патриоттық жиынында аябай жақсы деңгейде көрсетті деп сенем. Башқа мемлекеттің дағы аламенен аябай жақсы биримдикте, достықта балдардың мындай опыт алмашысы болды деп айтсақ болады. Осындай жиында көп болып тұрса жақсы болады деп сенеміз. Сама игра вообще интересна, тем более содружество. Ойынның өзі өте қызықты. Оның үстіне мемлекеттердің ынтымақтастығын, қарым-қатынасын нығайта түседі. Бұл біздің жастар үшін пайдалы. Біз белгілі бір стереотиптермен өмір сүрген ұрпақпыз. Ал жастар өзара тікелей сөйлескен кезде бұл кейбір шектеулерді жояды, достықты нығайтады. Мүмкін уақыт өте келе, олар бір кездері осы ойынды еске алып кездесіп қалса, бұл барлығына да пайдалы болады. Биылғы жиын ерекше салтанатпен ашылды. Сахна төрінде мемлекеттік ту көтеріліп, әскери оркестрдің шеруімен басталған шара жасөспірімдер үшін шынайы мотивация көзіне айналды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев балалармен кездесіп, жастарға сенім мен үміт артатынын жеткізді. Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледжі. 7 күнге созылған жарыста 40 команда бақ сынады. Оның ішінде әскери қолданбалы жарыстар, зияткерлік ойындар, шығармашылық байқаулар, IT жобалар мен көшбасшылық тренингтерді де қамтыған 11 сайыс қарастырылған. Мен үшін тактикалық ойын сайысы өте ерекше болған болатын. Өйткені бұл сайыста біз 3 команда арасында гран-при ең жоғары дәрежедегі сыйға таласқан болатынбыз. Өте көп қиыншылықтар болды. Айта кететін болсақ, ол жаңбыр жауды.
Айбын ол батырлардың мекені, Айбын ол достық мекені. Енді бүгін мен осы Айбын 2020 халықаралық жастар жиынында Айбын жұлдызы номинациясына қатысып келіп отырмын. Дәл сол номинацияға Сарбай Мәуленов атамыздың сөзіне жазылған «Соғыстан қайтқан солдаттар» деген әнді алып келіп отырмын. Жиын аясындағы ерекше байқаудың бірі Smart Сарбаз. Бұл сайыста жасөспірімдер әскери салада қолданылатын роботтар мен техникаларға жан бітіріп, болашақтың сарбазына айналатын ақылды құрылғыларды таныстырды. Робот-гуманоид роботының функциялары өте көп. Ол қару-жарақты, дәрі қобдишаларын тасуға қауқарлы. Осы арқылы ол әскери қызметшілерге көмек көрсете алады. Болашақта олардың орнын басуы да мүмкін. А собака может смотреть через камеру. Рейвен атты барлаушы ит робот, ол камера арқылы бәрін көре алады және барлаушы ретінде қызмет етуге мүмкіндігі бар. Оның басты ерекшелігі өте жылдам жүгіреді. Бір сағатта 20 шақырымда еңсеруге қауқарлы. Бұл құрылғының мақсаты әскери жағдайларда кедергілерден өтіп, адамдарға қажетті заттарды жеткізу. Я в прошлом году тоже выиграл в Smart Сарбаз. Мен өткен жылы Smart Сарбаз байқауында жеңіске жеттім. Биыл Өзбекстаннан гексакоптер атты дрон алып келдім. Ол 3 килограммға дейінгі заттарды көтере алады. Мысалы 6 снарядты. Қуанышқа толы естеліктер, көтеріңкі көңіл-күй мен жарқын сәттер. Бұл Айбын жиындағы атмосфера. Айбын тек жарыс емес, бұл жерде жастар бір-бірімен танысып, достасуға мүмкіндік алады. Эмоция өте соңым, көптеген балалармен таныштық, қазақтарменен, өзбектерменен, белорустарменен, орыстарменен, көптеген балалармен таныштық, дос болып қалдық. Замечательное соревнование и надеюсь, что... Бір апта көзді ашып жұмғанша өте тез өтіп кетті. Түсінгенім, Айбын ол тек жарыс емес. Бұл жаңа дос тауып, өзіңді шыңдайтын орта. Халықаралық әскери патриоттық жастар жиынының марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер. Айбын жастардың таланты мен танымын кеңейтіп, әрі қарай дамуына мүмкіндік сыйлаған алаң. Ой өрісі мен мәдениеті, білімі мен біліктілігі, таланты мен тапқырлығы, сана сезімі сынға түсетін, әрқайсының деңгейін айқындап беретін бағдаршам жиын. Бұл соңы емес. Келесі Айбында жаңа есімдер, жаңа жетістіктер жалғасын табады. Уақыт өзгергенмен Айбынның рухы, Айбынның миссиясы өзгермек емес.